Әмір Темір мен Баязит жайлы аңыз әпсана. Ертеде Әмір түрік сұлтаны Баязитті жеңіп, оны тұтқын қалыпты дейді. Сол Баязитті Әмір Темірдің алдына алып келсе, оның денесі бір жағына қарай қисайып кеткен екен. Әмір қарқылдап, шегі қатқанша күлген екен. Сонда Баязит тұрып: «Ей Темір, жақсылықта, жамандықта бір Құдайдың қолында. Бүгінгі менің басыма түскен іс, ертең сенің басыңа келмесіне кім кепіл?» депті. «Мен тағдырдың тұрақсыздығын сен айтпай-ақ білемін. Бақ пен даңқ жалғыз жаратушыдан. Сенің қасіретіңе күліп тұрғаным жоқ. Сені көріп маған мынадай бір ой келді», дейді Әмір. «Егер Алла тағала сен және мен сияқты ақсақ пен қисыққа тақ пен тәж сыйлаған болса, онда Құдай үшін биліктің де ешқандай құны болмаған ау осы.